Ертеде байдың жалғыз ұлы болыпты. Дәулетінің көптігі сонша, бір суғарғанда өзенге 90 мың жылқы жабады екен. Малы су ішкенде суы тартылып қалады екен. Bir күні хан киелі құдыққа кез болыпты. Малын қанша суғарса да, суы тартылмапты, сарқылмапты. Мөлдіреп шығады да тұрады екен. Хан жыл сайын құдыққа бір ту бие қалдырып отырыпты. Күндердің күні болғанда хан қартайып, ажалы таяпты. Ұлын шақырып өсиетін айтады. Балам, артымда қалған елге, мал-мүлікке ие бол. Жыл сайын киелі құдыққа бір ту бие қалдыруды ұмытпа дейді. Әкесі қайтқан соң ұлы, уәзірдің ұлымен ақылдасып, әкем жыл сайын киелі құдыққа ту бие қалдырып отыр деді. Не кереметі бар екен, көргім келеді дейді. Уәзірдің баласы мен құдыққа түсіп көрейін, ішінде не бар екен дейді. Екеуі ертесіне киелі құдыққа келеді. Уәзірдің баласының беліне арқан байлап, құдыққа түсіреді. Ішінде ат басындай дәу тас жатыр екен. Тасты аударып жібергенде, ар жағынан жарқ етіп, жарық әлем жарқ ете қалады. Бала тағы да төмен түскенде, 6 қанат ақ отауды көреді. Ішіне кірсе, үлде мен бүлдеге оранған 40 қыз жылап отыр екен. Қыздардың ортасында ақ мамық төсекте бір ару жатыр екен. Бала қыздардан сендер кімсіңдер деп сұрайды. Қыздар біз осы құдықтың иесіміз дейді. Қолы ашыққа су береміз, саранға құм береміз дейді. Осы елдің жомарт қаны бар еді, жылына бір ту бие беретін. Сол хан кеше қайтыс болыпты. Соны жоқтап жылап отырмыз дейді. Төсекте жатқан кім дейді бала. Қыздар, бұл пері патшасының қызы. Қан өлімін көтере алмай, қайғыдан басын көтере алмай жатыр дейді. Кім қайғысынан арылтып, 3 рет сөзге тартса, соған тұрмысқа шығады дейді. Уәзірдің баласы қызға не бір ертегілер, не бір хикаялар айтса да, қайғыдан басын көтермейді. Уәзірдің баласы құдықтан шығып, ханның баласына болған оқиғаны баяндап береді. Ханның ұлы енді мен бағымды сынап көрейін деп құдыққа түседі, отауға кіреді. Қайғыдан бас көтермей жатқан қыздың қасына келіп, бірінші әңгімесін былай деп бастайды. Баяғы заманда байдың 3 ұлы болыпты. Бай бір күні үлкен ұлын шақырып, бір түйе жүк беремін, соны сатып, өзіңе қалағаныңды ал депті. Бала базарға барып, жүгін өткізіп, өзіне сиқырлы айна сатып алыпты. Айнаға қарағанда бүкіл жер жүзі көрінеді екен. Бай екінші күні ортаншы ұлын базарға жұмсайды. Ол ақшасына ұшатын кілем сатып алыпты. Бай 3-ші күні кенже ұлын жібереді. Ол өлген адамды тірілтетін таяқ сатып алады. Бір күні үшеуі отырып айнаға қараса, бір ханның сұлу қызы өліп қалыпты. Қызды жерлегелі жатыр екен. 3 жігіт кілемге отырып, көзді ашып жұмғанша ұшып келіпті. Кенже ұлы таяғымен жан беріпті. Қыз тірілген соң, үшеуі қызға таласып, үлкен ұлы, менің айнам болмаса, өлген қызды қайдан көретін еңдер дейді. Ортаншы ұлы, менің кілемім болмаса, қалай жетер едіңдер дейді. Кенже ұлы, менің таяғым болмаса, келгендеріңнен ханның қызын тірілте алмайтын едіңдер дейді. Әрі қарай таласа береді. Ханның ұлы осы жерге келгенде әңгімесін бұзып жіберіп, қыздар, сендер қалай ойлайсыңдар? Қыз кімге бұйырады деп сұрайды. 40 қыз сонда жауабын таппай,
Жігітке өзің қалай ойлайсың дейді. Әрине, айнасы бар, үлкен ұлға бұйырат дегенде қайғыда жатқан ару жоқ. Қыз кенже ұлға бұйырады. Таяғымен тірілтпегенде өлген қыз кімге керек деп басын бір рет көтереді. Ханның ұлы екінші әңгімесін бастайды. Ертеде бір жігіт үйіне бір бау шөп арқалап келе жатады. Жолда адасқан ешкіні көріп, жетегіне алады. Сол кезде алдынан қасқыр шығып, ай жігіт, дос болайық деп өтінеді. Жігіт қасқырды да қосып алады. Олар біраз жүрген соң бір дарияға жетеді. Дариядан өтейін десе, қайыққа екі кісіден артық сыймайды екен. Жігіт не істерін білмей ұзақ ойланады. Өзімен бірге шөпті алып кетейін десе, қасқыр ешкіні жеп қояды. Қасқырды алып өтейін десе, ешкі шөпті жеп қояды. Жігіттің әбден басы қатады. Осы жерге келгенде ханның ұлы әңгімесін бөліп, ал қыздар, сендер қандай ақыл қосасыңдар дейді. 40 қыз жауабын таппай, сол кезде перінің қызы басын көтеріп, мен алдымен арғы жағаға ешкіні апарамын, екінші шөпті апарамын, ешкіні қайтадан өзіммен алып келемін, оны бергі жағаға тастап, қасқырды салып арғы жағаға өткіземін. Қасқыр мен шөп арғы жағада тұра береді. Мен қайтып айналып келіп, арғы бетке ешкіні өткіземін деп екінші рет қыз басын көтеріп жауап беріпті. Ханның ұлы үшінші әңгімесін бастайды. Баяғы заманда кемпір мен шалдың бір баласы болыпты. Бір күні бала ат басындай алтын тауып алады. Көтерейін десе, әлі келмейді. Көмекке әкесін шақырады. Әкесі алтынды үйіне көтеріп әкеліп, кемпіріне сақтауға береді. Арада ұзақ уақыт өтеді. Бала ер жетеді. Әке шеше қартаяды. Бір күні үшеуі алтынға таласады. Баласы айтады: алтынды мен көрмегенде таппайтын едіңдер дейді. Әкесі: мен көтеріп әкелмесем, алтын далада қалар еді дейді. Шешесі: алтынды мен сақтамасам, осы күнге дейін тұрар ма дейді. Талас тоқтамайды. Осы жерге келгенде ханның ұлы: кәне қыздар, алтын кімдікі дейді. 40 қыз шеше алмайды. Сонда перінің қызы басын үшінші рет көтеріп, мен сақтаған алтынды шешесіне берер едім дейді. Себебі бала жас, өз бетімен нанын табады. Әкесі қайратымен күнін көреді. Ал шешесі болса қары, қауқалы жоқ, күнін көре алмайды. Шешесіне болысамын дейді. Осылайша ханның ұлы қызды қайғысынан сергітеді. Әкең жақсылыққа жақсылық етуші еді. Жылына бір тубие жылқы тастап кететін. Әкеңнің қайғысын көтере алмай жатыр едім. Әкеңнен асып түсіпсің, ақылын басып түсіпсің. Әке орнына қан болсаң, әділетті жан болсаң, адал жарың болуға таярмын дейді. Ханның ұлы перінің қызына үйленіп, бақытты да баянды өмір сүріпті.